Бүгін сіздерге кабачкадан таңғы ас дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен табамызды қыздырып, майымызды құйып, кабачканы осылай турап шығамыз. Осылай да турауға болады, немесе терканың көмегімен де турауға болады. Мен екі түрлі жолмен де турадым. Екеуі де әдемі. Сосын осылай табамыздың ішіне әдемілеп жайғастырамыз, ортасын ашамыз и баяу отта кішкене пісіріп аламыз. Содан кейін ортасына жұмыртқамызды құйып, тағы да баяу отқа жібереміз. Пока кабачки мен жұмыртқа дайын болам дегенше нанымызды турап, авокадомызды ашып, турап, әдемілеп нанның үстіне қоямыз. Творожный сырмен қойсаңыз да болады, немесе осылай қалдыруға да болады. Таңғы асымыз дайын. Осылай тарелкаға салып, әдемілеп фасольмен немесе кукурузамен бірге ұсынамыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді и тойымды шығады. Сәттілік!